адам ата мен Хауана тыйым салынған жемісті жеп, жұмақтан қуылады. Тәңірдің әмірімен періштелер адам атаның басындағы тәжінен бастап, інжу маржан әшекейлеріне дейін түгел алып қояды. Хауа ананың сәнді бұйымдарына тиіспейді. Оның дүр жауһар сақинасы, інжу маржан тәжі, лағыл моншақтары, сәнді бояулары бәрі сол қалпында өзімен бірге қалады. Адам ата: «Уа Тәңірім, неге менің сән салтанатымды тартып алдың да Хауанаға тиіспедің?» деп сұрайды. Сол кезде Тәңірі тағала: «Әй адам, сен күн болсаң, Хауа сенің шұғылаң, ер азамат әйелдің қорғаны. Негізгі жауапкершілік сенің мойныңда. Хауаны саған нығмет етіп жараттым. Сенің кесіріңнен оны жазаласам, менің әділдігім қайда қалады?» дейді. Әйелдің әдемілікке, әшекейге құмар болатыны, алтын жүзік, күміс сырға тағынса, ажарлана түсетіні осыдан қалған екен деседі.